тон жағалы болады, елағалы іні барды, ағасы демалады. Футболдың чемпионаты өтіп жатыр, бәрінің сол болып тұр темалары. Өзбекстан қатысып, сол додаға қазақтың қолдау болып тұр тек амалы. Әттен Қазақстанда қатысар мет, бізде де бар солардың көк алаңы. Көк алаң болғанымен көкелердің футболға болмай тұрау көп алаңы. Қазақстан премьер лигасының легионерлер болып тұр собалаңы. Біздің елде ақшаны келімсектер қазақтардан 10 есе көп алады. Сонша ақшаны шашады, неге оларға шамасы өздерде жеп алады. Керісінше қазақтың балдарына мүмкіндік жасап берсе не болады. Өз ағамның қолынан келген шаруа біздің де қолымыздан келе алады. Әйтпесе Өзбекстан іргеңде тұр, екі аттасаң өтесің шекараны. Қазақтың балдарына қолдау берсек, олар да қарсыласын жеңе алады. Ой, Ташкенттің балалары тепкен допты, Шымкенттің балдары да теп алады, теп алады. Ой, қашанда айран ішкен құтылады, ал шелек жалағандар тұтылады. Әңгімесін тек шыдан бастайды деп Шымкентке жұрт қабағы шытылады. Шымкенттіктер шыны көп қолдансы кер, бар бұның астарында жітімәні. Шы дегенің Шымкенттің бас әрпі ғой, белгілі бұл қаланың құты бары. Ай, шы дегенің Шаян мен Шәуілдір ғой, бұны менен қойған жоқ бітіп әлі. Шы дегенің Шарқырған Шардара ғой, қазақтың қаймағындай құтыдағы. Шы дегенің Шәмші ғой, қалдай ағып елесінде сақталған бүкіл әні. Шы дегенің Шақарып Мұхтар еді, шындық іздеп шыныдай шытынады. Ой, осының бәрі шыдан басталған соң шымкенттіктер шыны көп тұтынады. Алфавиттің басында атырат деп өзгере қоймағанмен үкім әлі. Ой, басқаларын білмеймін, Шымкентте алфавиттің басында шытырады, шытырады. Ой, күн барма шым қаланың күндеріндей, түн барма бұл қаланың түндеріндей. Ана тілдің тынысын тарылтпа деп сөйлесең болмайды ма тым керілмей. Сөйтіп ап жұбаныптай аратырдың елінен кеп тұрсың деп күрледің ғой. Аратыр емес оны шешен десең, қалама көгіңізден күн көрінбей. Әй, бірақ оған несін таңғалайын, бірде біліп сөйлейсің, бірде білмей. Айтыс сайын орысша сөз айтатын өзіңнің салық қойған сүрлеуіңдей. Бір айтыста бір жанға братан деп, аға деп айтуды да білмедің ғой. Ол аз болса дербиге ұйқастырып, бейби деген сөз айтып жүрбедің ғой. Енді кеп менен қате іздегенің, боп қалдау қысқа жіптің күрмеуіндей. Өзгенің сөзінен мін іздемексің, бойдағы өз мініңді мүлде білмей. Ай, сенің маған күлгенің бір түрлі екен, тазбастың тақыр басқа күлгеніндей, күлгеніндей.